өзіңді бойдарыңды задевать етпей ешқандай результат болмайды. Қалайсыздар? Неге адамдар бірінші күні болады да ары қарай слив болып кетеді, я? Потому что білмеймін, мен ойлаймын, мен адамдарға информацияны қатты болезненно жеткізем ба, или жоқ, не то что болезненно, да, анандай сухой мотивация бермеймін деп ойлаймын ше, я? Мне кажется, неге адамдар не қылады? Қазір сіздерге результат керек болса, осы эфирді бастап, соңына дейін көре алмай отырғандар болса, қазір бір сопротивление болса, жұмысым анауым деп отырғандар болса, сіздерге результат керек емес деген сөз. Результат керек деген адам дошылатып айтады дейді да, дұшпан күлдіріп айтады, дошылатып айтады. Яғни результат болмайтын сабақта ол сухой мотивация ғана бере береді, поверхностный айта береді, өзін түсінбейсің. Ал результат болатын сабақта әрқашан сенің болыңа, мына жердегі сен саған өзіңе задевать ететін нәрселер болады. Яғни өзіңді бойдарыңды задевать етпей ешқандай результат болмайды. Сондықтан берілген тапсырманы жасағандар үшін өте қуаныштымын. Кешегі берген тапсырманы жасағандар үшін өте қуаныштымын. Бірақ уақыт жоқ. Көрем, қазір жасайым, қазір деп жүргендер өздеріңізді бірінші түсініңіздер, я, фокустарыңыз қайда екенін, жалпы сізге қандай конкретно результат керек екенін түсініңіздер. Дәл қазір біз кеше айттық, я, бүгін уақыт темасын, баланс темасын ұстанатын боламыз дедік. Баланс темасын бүгін разбирать етеміз дедік, я. Қалай ол баланс темасын қалай разбирать етеміз? Біз көп адамдар, көп әйел кісілер, ер кісілер, неважно, тек қана ақша или тек қана семья или тек қана там дети деген нәрсеге көңіл қатты бөліп кетеді. Тек қана бір нәрсеге көңіл бөліп кетеді. Немесе фокусты бір нәрсеге қою үшін жалпы чего я хочу. Чу на самом деле. Осы бір техниканы берейінші сіздерге. Чего я хочу на самом деле деп аталады. Техника на самом деле, да. Қазір миларыңыз ашып жүргендер болса, неден кейін не істеріңізді білмей жүргендер болса, жалпы вроде бы что-то делаю, но результат жоқ. Вроде бы бір нәрсе істеп жүрген, вид создавать етіп жүрмін, немесе бір нәрсе істеп жүрмін, бірақ результат жоқ дегендер, осы сұраққа жауап береміз. Чего я хочу на самом деле? И ол сұрақты мен бере алмаймын сіздерге, ол сұрақ сіздердің іштеріңізде. Ол сұрақтың жауабын қалай аламыз? Мен шын мәнінде вообще не қалаймын? Я? Жауап жазамыз. Жауапшымыз. Мен комфортқа хочу, желание, жаңағыдай, например, машина, я, например, машину хочу, оны для комфорта хочу, там, для этого, для того хочу деп ойлайсыздар, да? Бірақ на самом деле ол нәрсені вы не хотите. Соңына қарай, чего я хочу на самом деле деген нәрсеге, я, чего я хочу на самом деле деген сұраққа 30 ответ жазған кезде, 30 жауап жазған кезде, вот сол кезде сіздер түсінесіздер, чего вы хотите на самом деле. Түбіне келген кезде мынандай жауаптар шығады. Я хочу признание, я хочу внимание, я хочу доказать этому, тому, сему, тому деген сұрақ жаңағы жауаптар келеді. Просто бұл жерде мен сіздерден сұранарым, жалпы барынша өздеріңізбен шынайы болыңыздар. Маған сіздердің өмірлеріңіз абсолютно керек емес. Сіздерге де менің өмірім абсолютно керек емес. Бірақ біз бұл өмірде бір-бірімізге қандай да бір пайда беру үшін өмір сүріп жатырмыз, я. Сондықтан да сол бір-бірімізге пайдалы болу мақсатында ғана бір-бірімізбен қарым-қатынас жасаймыз, я. Сондықтан мен сіздерге пайдалы болғанымды қаласаңыздар, я, 5000 теңге ақша жерде жатқан жоқ. 5000 теңгелеріңізді төлеп қатысқаннан кейін, я, міндетті түрде тапсырманы жасаңыздар. Сіздер өздеріңізде на самом деле чего я хочу деген сұраққа жауап таппай, шын мәнінде мен нені қалаймын деген сұраққа жауап таппай, бір нәрсе жасау, ақша табуға тырысу, бизнес жасауға тырысу, ол бесполезно. Даже менің өзімде әлі ол
бітпейді да, ол өз-өзіңмен жұмыс жасау деген нәрсе. Мен осыны жұмыс жасап алсам, сосын бітеді, осыны істеп алсам, сосын бітеді деген нәрсені забудьте. Ондай нәрсе жоқ. Адам өмірінің соңына дейін өз-өзімен жұмыс жасайды. Қандай да бір просто хотя бы 1 миллион теңге результатқа шығу үшін бір емес, бірнеше курстардан өтеді, бірнеше сабақтардан өтеді, бірнеше бизнестер жасайды, бірнеше ошибкалар жасайды, қателіктер жасайды, бірнеше басын ұрнат бір жерлерге, я, ал бітіп келе салам деген нәрсе жоқ. Біріншіден 1 миллионға шықты, и болды 1 миллионнан кейін ақша өзі келе береді деген тоже жоқ. 1 миллион тауып жүреді, и ары қарай же надо двигаться. 3 миллион, 5 миллион, бірден 100 миллион тоже не получится, да? Бірінші сабақты вспомните. Бірден 100 миллионға шыға алмайсың, 1 миллионнан кейін жаңағы 3 миллионға примерно, я, например, жаңа шығу керек болса, опять бірнеше курс оқисың, бірнеше сабақ оқисың, бірнеше нәрсе жасап көресің, бірнеше жаңағыдай өте көп әрекеттер жасап көресің, өзіңмен жұмыс жасайсың, проработкамен жұмыс жасайсың, өте көп, я. И солайнан каждый этапта сол этаптан өтіп отырасың. Сол өзіңмен жұмыс жасаумен өтіп отырасың. Сондықтан да өзіңіз алдап, менде барлығы жақсы, жоқ, маған просто мен ондай емеспін деп өзіңізге маска киюдің қажет жоқ. Адам өз-өзіне маска киген кезде ешқашан жетістікке жетпейді. Соны запомните раз и навсегда. Прям раз и навсегда запомните. Адам бір нәрсені былай отырып алып, я, жоқ, менде барлығы жақсы, или там өзіне шын мойындамай жатқан кезде, өзіне не керек екенін білмеген кезде адам ешқашан жетістікке жетпейді, ешқандай результат алмайды. Я, сондықтан бірінші этап, өзімізге не керек екенін анықтаймыз. Бірінші этап анықтау, я, өзімізге не қараңыз. Чего я хочу на самом деле? 30 пункт жазасыз. Бірінші машину хочу, анау хочу, мынау хочу, ля-ля-ля, тра-ля-ля кете береді, соған комфорт, анау, мынау деген сияқты. Счастье, ля-ля-ля, бірақ на самом деле түбіне келген кезде, я этому хочу доказать, чтобы он мені көрсін, вот, мен оған хочу отомстить деген сияқты іште агрессия шығады. Егер ондай сезім болмаса, сіздің счетыңызда дәл қазір жоқ дегенде 10 миллион теңге болатын еді. Жоқ па? Счетыңызда, даже менің счетымда 10 миллион теңге жоқ. Мен сіздерге, как есть, признаю, что менде де бар ол нәрселер, бірақ 100 мың теңгенің уровеньде емес, миллион теңгенің уровеньде емес, 5 миллион теңгенің уровеньде бар. Понимаете? Сондықтан іштегі агрессияны өте көп негативті тазалаған сайын адам жоғары өтеді. Ал оны тазалау үшін бірінші чего я хочу на самом деле деген сұраққа жауап береміз. Анықтап аламыз. Екінші, анализ жасаймыз. Ол нәрсе маған керек па, керек емес па? Оказывается, мен осыны қалайды екен ғой. Оказывается, маған осы керек екен ғой. Блин, а чё я туплю? А чё, блин, мен жаңағы машина алам деп қоям. Даже у меня есть, да, я хочу машину деп қоям. На самом деле я этого не хочу, оказывается, да, когда мен өзіме мойындаған кезде, чего я хочу на самом деле деген кезде, я просто хочу покоя. Я, маған керек та емес екен, оказывается, машина. Почему? Потому что маған водить эту машину не хочу. Жаңағы машина айдау, это всегда требует мужской энергии, да? А я хочу, даже если у меня будет машина, я хочу, чтобы муж мне купил машину. Даже если это, я хочу, чтобы с водителем, да, пока что мен водительмен машинамен жүретіндей жағдайда емес, пока что, но я хочу машина алған күннің өзінде водительмен, чтобы я вот так вот артында в покое сидела, а когда машина айдаған кезде, я 3 года без конца машина айдадым ба, например, 3 жыл тоқтамай, например, всегда азаннан кешке шейін машинада жүріп, и мен до того насыщение болып кеткен машина айдаудан, да, мен жұмысым машинада болады, всегда машинада, всегда жаңағы ретриттерге барамыз, басқа жасаймыз. Мне нравится водить машину, но бірақ ол очень напряжение береді, да, всегда машинада бет-бет қарап отырасың, например, жұмысқа да үлгеру керексің, мына жақтарға қарау керексің, бала-шағаны тасисың, басқасы бар. Я от этого устала, я продала свою машину. Мен машинамды сатып жібердім. Енді сейчас хочу более хорошую машину, но опять-таки я хочу с водителем, Или же хочу, чтобы мне муж купил, да, чтобы, не знаю,
Просто такой этот. А сейчас я хочу в данный момент, а почему я хотела машину? Я хотела опять-таки миру доказать, что я такая крутая, что у меня получается, я такая это. А ол маған бақыт бермейді ғой, ал маған не бақыт береді? Маған бақыт беретін вокал, өлең айту, изучать, қыдыру, да, вот осы нәрселер екен, да. А мен мелочь нәрселерге көңіл бөлмеймін. Дальше. И жаңағы маған жаңағы жеке консультацияға келеді, разборға келеді ол адамдар, я. И мынандай нәрсе болады да, зачем тебе деньги деген сұрақ келеді да. Зачем тебе деньги? Зачем ты хочешь деньги заработать? Не үшін саған ақша керек? Мен машина аламын, мен квартира аламын, мен ананы аламын, мынаны аламын. Окей, ладно, путешествовать етем. Окей, хорошо. А потом что? Потом не істейсің. Потом мен көп ақша тауып жатсың, окей. Не істейсің ол ақшаның барлығын? Там, миллиард долларов, миллиарды ақша кетіп жатыр, окей. Не істейсің оның барлығын десем, мен өзіме көңіл бөлетін едім дейді да. Түбіне келген кезде, потом, түбіне келген кезде мен өзіме көңіл бөлетін едім, өзіме жаңағыдай пианиноға қатысатын едім, вокалға баратын едім, плаванияға баратын едім, ананы істейтін едім, жаңағыдай өзіне, да, вот просто массажға баратын едім деген сияқты нәрсе айтады да. И түбіне келген кезде, на самом деле, чего ты хочешь деген кезде, түбінде сондай бір элементарный нәрселер шығады да. Мен өзімде де сондай нәрсе шыққан. Сосын мен неттім, мен айтам да, зачем оны қатты қиындатып? Оны зачем қиындатып, оны қазір-ақ жасауыңа болады ғой. А зачем тогда деймін да? Жоқ, мен не хочу доказать дейді да. Ал бірақ түбіне келген кезде, на самом деле ол нәрсені и не хочет да. Түбіне келген кезде он хочет просто расслабление, просто өзін изучать еткісі келеді да, просто өзін андай қабілеттерін, навыктарын дамытқысы келеді да, өзін андай полноценный, интересный жизньмен өмір сүргісі келеді. Оған көпшілік жағдайда оған даже ни бренд, ни машина, ничего не интересно болып шығады түбінде, оған просто. То есть, понимаете, бізде өте көп жағдайда қателік мынандай нәрсе болады да. Мен үлкен ақша қалаймын дейді да, мен үлкен ақша қалаймын дейді да, оны бір нәрсе үшін, өзі білмейді не үшін екен, просто біреуге доказать ету үшін ғана жүреді да. Өзінің бір ешкімге керек емес өмірін біреуге доказать еткісі келеді да. Ал ол нәрсені жаңағыдай түбіне келген кезде элементарный нәрселерге келіп тіреледі. Ал оны элементарный нәрселерден бастауға болады да. Как себе это позволить просто так, я? Вот эту машину, квартиру қымбат, үйді қымбат, путешествияны как можно позволить просто так себе? Ешкімге доказать етпей ақ, өзіне қалау, өзінің просто для удовольствия, өзінің кайф үшін, өзінің комфорт үшін ғана қалай позволить етеміз, қалай рұқсат етеміз өзімізге, ол былай болады да. Сол именно бағанағы элементарный нәрселер бар ғой, вот элементарный нәрселерден бастаймыз просто. Пианино барғың келе ма, пианиноға қатысып баста, там, домбыра, например, біреулер әртүрлі жаңағы кружоктар, навыктар білгісі келеді, вокал, там, бит, танцы, сондай нәрселерге қатысып бастайды, өзін сезіне бастайды, ішкі трек пайда болады сондай моментте адамда, ақшадан өте важный момент. И сол кезде өзі андай бүйтіп іште пустотамен шапқыламайды да, целостно наполненный энергиямен уже үлкен ақшаны таба алатын болады. Сондықтан ең бірінші өзімізге біліп аламыз. Одан кейін әйел кісілер, ер кісілер, неважно, бізде сфералар бар, біздің өмірімізде кім? Мына бойынша түсінікті болды деп ойлаймын. Анықтайсыз өзіңізге не керек екен, керек па, керек емес па, анализ жасаймыз, одан кейін уже әрекетке көшеміз. Конкретно не істеуге болады осы нәрселерге жету үшін, мен қалауыма жету үшін не істеуге болады деген әрекетке көшеміз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді может сізге ақша вообще керек емес шығар деген сияқты да. Өзі басынан. Енді кеттік. Сіздің өміріңізде кімдер бар? Біреулер өте қатты жұмысқа беріліп кетеді, үйіне, семьяға не қылмайды. Біреулер жаңағы фокусты не етеді да, жаңағы семья дейді да, жұмысқа фокус бөлмейді, немесе басқа нәрсе, туысқандар бар, басқалар бар, жазып шығамыз. Ең бірінші менің өмірімде
өзім бармын. Өзін ұмытып кетеді. Ең бірінші менің өмірімде өзім бар. Барлығында не? 24 сағат уақыт бар, я? Жертва болудан қалай құтылсақ болады дейді. Жертва болудан ешқашан құтыла алмайсың. Адам өзі негізі по натуре жертва, бірақ самооценка, мына жерде мына нәрсені айтып кетейінші, жалпы. Самооценка, осознанность, жертва, уровень нормы деген нәрсе, ол самооценка, например, бір рет көтеріп аласың, одан кейін болды деген нәрсе жоқ, ол бесконечно өсіп кете береді самооценка деген, яғни бесконечно ты его прокачиваешь. Жертва деген нәрсе, например, жертва деген ол ешқашан таусылып бітпейді, адам жертвадан ешқашан шықпайды негізі. Просто мынандай нәрсе, да, каждый раз, каждый осындай әрбір инсайт сайын жертвадан чуть-чуть дозасы азайып отырады. Дозасы азайып отырады, зато осознанность көбейіп отырады. Мынандай, да, мысалға қазір сіз жертва болып тұрсаңыз, осознанность төменде тұратын болса, осознанность деген ситуацияны қолға алу, біреуді кінәламай, барлық нәрсе өзіңде екенін четко түсіну деген сөз, да. Осознанность жертва, я. Жертва көбейе азайған кезде осознанность көбейеді. Бит кете береді болша. Кете береді. Бір моменттерде қайтадан болып қалады, бір моментте қайтадан, то есть самооценка тоже сондай нәрсе. Бір моментте өседі, бір моментте төмендейді. Сен окружениеңе байланысты болуы мүмкін. Бүкіл нәрсе негізі көп жағдайда 50% окружениеға байланысты. Енді сіздің өміріңізде кім бар? Жалпы өзіңіз бар, я? Екінші кім бар? Күйеуіңіз бар, бала шағаларыңыз бар, например, я? То есть бала шағаларыңыз болса. Сосын ата ене бар, я? Ата ене бар. Бесіншісі кім бар бізде? Бауырлар бар, я? Бауырлар бар. Соседтер бар, да, например, кіммен вообще араласасың? Жұмыстағылар бар, я? Например, коллегалар бар, я? Коллегалар бар. Кім бар тағы да? Осы адамдардың барлығы бар біздің өмірімізде. Туыстар бар, туыстар, там, жеңгем, ағам, племяшки деген сияқты, я? И осының барлығына осы 24 сағатта не істеу керек? Жеткізу керек. 24-те жеті, бір ай, например, 30 күн деген сияқты, туыс. Осының барлығын жеткізу керек. Енді қараңыз, өміріңізге мынандай шкала беріңізші. Осының барлығын кім бар өзіңіздің өміріңізде? Прям бітіп жазып қойыңыз, да, өзім, күйеуім аты кім? Асқар, бала шағам Арсен, Айнұр, ата-енем деп аттармен әдемілеп тұрып жазып қойыңыз. Енді ата-енеңіздің атын жазбасаңыз да, жалпы өзіңіздің бауырларыңыз, басқаларыңыздың аттармен прям жазып қойыңыз, да. Сөйтіп мынандай шкала беріңіз. Қаншалықты фокус бөлесіз на адамдарға. На адамдарға қаншалықты өзіңіздің фокусыңызды бер жатсыз. То есть, мына жақта еще жұмыс бар ғой. Кешірім сұраймын. Менде, например, өзіме 100% деп алайықшы, я? 100% энергия деп айтайықшы, я? 100% энергияны, 100% өзіңнің фокусыңды қаншалықты кімге бөліп жатсың. Өзіме, например, не знаю, әркімде әртүрлі, да, мысалға, осы 100%-ді бөліп береміз. Қаншалықты? Күйеуіме, например, 20% берем, өзіме 30% берем, бала шағама 20% берем, там, деген сияқты 50% қалды, я, ona жақта 10% берем, мынақа 1% берем, мынақа 3% берем деген сияқты өзіңіздің шкалаңызбен қойып қойыңыз. Фокус өзімнен басқаларға екен. И бұл жерде ең көп фокус өзіңізде болу керек. Жұмысқа мынанша пайыз берем деген сияқты. Жұмысқа, например, мен 30% деп айтатын едім, например, ше. Вот, сол сияқты фокусты бөліп, жаңағыдай осознавать етіңіз. Қаншалықты, где моя ошибка? Ошибканы тапқан кезде ғана адам жетістікке жетеді. То есть, ошибканы тапқан кезде ғана өмірінде өзгерістер пайда болады. Дальше. Фокустарды бөліп шығамыз. Потом, мынау 24 сағат уақытпен бөлеміз. Так, мен мына жаққа аз бөліп жатыр екем, қалай анализ жасап шығамыз. Так, қалай мен фокусты бөлем? Себебі неге фокусты
баланста ұстау маңызды. Себебі мынандай нәрсе болады да, жұмысқа көп уақыт бөліп кетіп, күйеуіңе көп уақыт бөлмесең, сен іштей кінәлі сезініп тұрасың. Бала-шағаңа көңіл бөлмесең, іштей өзіңді чувство вины болады да, кінәлі сезінесің да, ол сен энергияңды қатты алатын болады. Окей? Енді қараңыз, баланс. Өзіңізге мынандай график қойып қойыңыз да. Ол балансты ұстамай, ол графикті ұстанбай, ол бір жетістікке жетемін деген андай несистемность, андай расфокус, шашылу, жаңағыдай прессия бар, прессия жоқ деген нәрсе ешқандай предпринимательдің ондай қабілетін жұмыс жасамай, ешқандай предприниматель, жетуі мүмкін 1-2 миллионға дейін ондай немен, бірақ ары қарай аса алмайсың. Сондықтан күніне 1 сағат өзіңе көңіл бөлу, именно өзің миыңа, проработка, прокачкаңа күніне 1 сағат көңіл бөлу деп қоямыз. Жаңағыдай, мысалға менде былай да, еш нәрсеге басымды қатырмай, мен просто күніне 1 сағат, оның ішінде бір күні медитация жасаймын, бір күні проработка жасаймын, бір күні проработка ол күнде, проработка ол жаңағы негативный установкалар тауып, позитивныйға ауыстыру, ол күнде, күніне 10-15 проработка, жаңағы установкамен проработка жасаймын, оған бір 10-15 минут кетеді, болды. Ары қарайғы қалған 45-50 минутта или медитация жасаймын, или кітап оқимын, например, или там бір нәрсе, то есть күнде медитация емес, бір күні медитация жасаймын, бір күні кітап оқимын, бір күні тағы басқа практика, бір күні тағы басқа практика деген сияқты, бір күн басқа бір техника деген сияқты, өз-өзіммен жұмысқа 1 сағат көңіл бөлемін. Енді таңғы сағат 9-да, жаңағы 9-дан 6-ға дейін мен бала-шағам садикте болады. Садиктегі уақытта мен жұмыстамын, яғни разборым бар, кино көретінім бар, қыдыратыным бар, өзіммен жұмыс жасайтыным бар. Оның барлығы сол уақытта. Ал кешкі уақытта, оттан кейін балдарым садикте қайтатын кезде уже мен үйдемін. Это мой принцип. Мен шыған десең шығасың ғой, ешкім не қылмайды. Просто мен не хочу оны нарушать, потому что мен үйге семьяға көңіл бөлем, бала-шағама көңіл бөлем, яғни тамағыма көңіл бөлем. Бұрын мен тамақ істейтін кезде анандай тұғын еді да, андай тамақ істеп, үйдің жинап, сондай кезде туй, надоел, істеу керек, надо деп қиналып жасайтын едім да. Қазір мен кайфую, я хочу это делать, понимаете? Менден помощницам да болды, няням да болды да. А мен қазір просто хочу. Проработка арасы қанша болу керек? Бір тақырыпта бірден жасай берсе бола ма дейді. Конечно. Жасай бересіз, 20-30 установка. Оның ішінде определенный техникалар бар. Бірінші кезде жақсылап тұрып 40 установкамен, бірден 40 установкамен жасайсыз. Кейін уже үйреніп кетесіз. Бірден жаңағыдай түсініп алу үшін бірінші кезде жаңағыдай жазып жасап жүресіз да. Кейін уже үйреніп кетесіз. Уже автоматически жасап жүре беретін боласыз, уже бір үйреніп алғаннан кейін. Оған бір 2-3 ай уақыт кетеді, 2-3 ай уақыт тоқтатпай жаңағыдай тапсырма, курстың ішінде берілген тапсырманы қалай барып солай бұлжытпай орындайтын болсаңыз, 2-3 ай бойы жаңағыдай солай жұмыс жасап отыратын болсаңыз, ары қарай уже сіз қиналмайсыз, ары қарай сіз уже, например, мен отырып жұмыс жасайтыным, 10-15 установкамен проработка жасайтыным бөлек, одан бөлек мен каждый, например, чай ішіп отырам ба, чайда бір чай ішіп отырып бір установка есіме түсіп кете ма, бір ой келе ма, сразу прорабатываю на месте, да, на месте. Вот, соны бірақ просто көп адамдар осознавать етпейді, осознавать етуді үйренетін боласыз. Так, и кешкі уақыт, ол менің өзімнің уақытым, да, то есть семьямның уақыты. Например, сағат 10-11-лерге дейін бала-шағам ұйықтағанша, 10-11-ден кейін мен уже өзімнің уақытым, именно анандай уақытта. Может, разбор істеймін ол уақытта, может, ваннаға түсем, может, там, не знаю, да, просто өз-өзіммен полежу, может, кино көрем, может, там что-то, да, то есть, понимаете, вот, сол үшін баланста ұстай білу керек. Ал демалыс күндері мен тоже также семьямменмін. Бұрында мен офиста түнгі сағат 2-3-ке дейін офиста болып жұмыс жасай беретін тұғымын. Апталап Алматыға, Жетісайға, Қызылордаға, жаңағы командировка деп, солайынан барып презентациялар өткізіп, сетевойда жүрген кезде, андай апталап жүре беретін тұғым, суткалап жүре беретін тұғымын да. И ол кезде менде баланс бұзылғаннан кейін, менде ақша деп ақшаның артынан қатты, ақша жағына жақсы болды. Мен ойлайтын едім, ақшам болса, мені бәрі жақсы көреді, и так жақсы көреді, семьям и так мықты болады, ақшаң болса ғана сені сыйлайды, ақшаң болмаса сыйламайды деп. Нет, оказывается, это не так. Баланста ұстай білу керек екен. Ал мен семьяма, оказывается, мен ақшам керек те емес екен. То есть мен керек екен да оларға.
Вот, поэтому мен оларға фокус бөлмегеннен кейін күйеуімізбен отношениямыз өте қатты бұзылды, например, да. Вот, поэтому ол нәрсе болмас үшін мен сіздерге өзімнің опытыммен айтып жатырмын. Уақытты бөліп қоясыздар. Так, мына уақытқа дейін. Мен ойлайтындығым, қазір мен, например, 4-5 сағат жұмыс жасасам, ол маған аз жетпейді. Мен кешке де жұмыс жасауым керек көп ақша табу үшін, мен түнде де жұмыс жасауым керек, сол кезде көп ақша келеді деп ойлайтын едім, да. На самом деле нет, на самом деле сен аз жаңағыдай аз жұмыс жасайсың, аз уақыт жұмыс жасайсың, бірақ эффективно жұмыс жасасаң келеді екен да ақша. Понимаете? Эффективность уақытта емес мәселе. Көп жұмыс жасауда емес мәселе эффективностьта. И именно сол эффективность деген нәрсені біз миымыздағы лишний нелер бар ғой, жаңағы мусорларды тазалай отырып жасаймыз да. Ал енді элементарно қараңызшы, огород егетіндер бар ма? Огород егетін емес, огород егіп көргендер вообще огород деген не екенін білетін. В принципе, бәрі біледі деп ойлаймын. Мысалға огородта мына бойынша түсіндіңіздер деп ойлаймын, анализ жасап қарайсыздар. Әдемілеп тұр. Постараюсь қазір сіздерге огородтың суретін салып көруге. Например, мынандай арық тұрады, я, огородта. Так. Осындай арық тұрады. И арықта мынандай, например, жеміс өседі, да? Там цветочек дейікші там. Окей. Жеміс, там огурцы, помидор, неважно. Бірақ ол эффективно өспейді. Неге? Қандай жағдайда? Мықты жеміс бермейді. Қандай жағдайда? Не үшін огородтың шөбін жылады вообще? Мысалға анандай арам шөптер басып кетеді ғой. А зачем оларды жылып да? Пускай өсе берсін. Қалай ойлайсыздар? Пускай өсе берсін. Яқта арам шөптер бар. И помидормен, огурцымен, жаңағыдай малина, клубникамен жағаласып өсе берсін да? Несі бар, я? Не үшін жылады? Себебі мынау жердің күшін мынау арам шөптер алып қояды. Мынау помидор, жеміс, гүл, пісте, неважно да, осы жаңағыдай жинау жеміс өте аз энергиямен өседі да, и тез өспейді және аз жеміс беретін болады. Әйтеуір өсіп тұр ма, өсіп тұр деген вид создавать ететін болады. Понимаете? Мына арам шөптерді жұлып тастаған кезде жердің құнары мынаған ғана келеді. Даже элементарно, не то что арам шөп, да, элементарно қараңызшы, элементарно огурцы еккен кезде, помидор еккен кезде, огурцы еккен кезде, дән сепкен кезде 5-6 дән себіледі, я? 5-6 дән себіледі, соның ішінде бір 3-4 өсіп шығады, я? Сосын бітіп қарайды адамдар. Так, сәл өсет, и соның ішінде жақсы өсіп келе жатқан біреуін ғана қалдырады, қалғандарын жұлып тастайды. Білесіздер, я? Неге жұлып тастайды? Себебі 4 болып өсе бермей ма, я? Неге жұлып тастайды? Себебі мына біреуінен эффективность будет больше, чем на 4-нен көрі. Мына 4 қосылып 10 огурцы беретін болса, егер 4 бірдей бір жерде өсіп тұратын болса, я? Ал мыналарды жұлып тастап күштің барлығын мынаған салатын болса, мынау 40 огурцы беруі мүмкін, да, понимаете? Вот. Сол үшін шөпті жұлмасаң өсімдік көрінбей қалады. Жаным, на самом деле көрінбей қалуда емес. На самом деле сіз зерттеп қараңыз, мен өзім немін ғой, ветеринармын ғой, жалпы агроиндустрияны тоже оқығанмын да. И мен сол кезде түсінгем, оказывается, осылай екен ғой деп. Мысалға бізде агроном, біздің корпуста агрономдар да оқитын еді да. И олардың да сабағын біз өтеміз. Малға қатысты болғаннан кейін біз жаңағыдай азықтандыру сабағы болатын еді да. Сол азық бойынша да сабақ өтетін тұғымыз. Сол кезде бізге осылай түсіндірген да. И мен ағамның өзі огородпен айналысады. Қанша жыл? Осы бір 10 шақты жылдан бері мен өзім туған ағам жермен айналысады. Мен ата-анам жермен айналысады да, жаңағыдай бидай өсіреді. Мен ағам помидор, огурцы өсіреді.
да. Сондықтан мен ол нәрсені жақсы білем. Сол үшін осы барлығына түсінікті нәрсе жаңа қарапайым жалпақ тілде түсіндіріп беріп жатырмын. Яғни мына мидағы каждый керек емес ойларды алып тастаған кезде, керек емес ойлар фокустың бөлініп жатқаны жаңағыдай өте көп та негативті ойлар, керек емес ойлар, сол ойлар бізге керек эффективный ойларды ойлауға, солардан әрекет шығаруға энергияны алады, мыналар сияқты, мынау арамшөп сияқты, иә. Сондықтан арамшөпті жұлып тастап, мына жеміске фокусты қою керек. Арамшөпті жұлмай, ол жемісті өсіруге стараться еткен күннің өзінде әйтеуір жеміс бар ма, бар деген сияқты болады да. Арамшөпті жұлмасаңыз, бір 4-5 помидор беретін болса, арамшөпті жұлып тастасаңыз, ана жақта 20-30 помидор беруі мүмкін, понимаете, әрбір жеміс. Вот, поэтому мидағы арамшөпті жұлып тастау керек. Так. И және де жаңағы энергия алатын тек қана негативті ойлар ғана емес, жаңағы біреудің алдында кінәлі сезіну, уақытты дұрыс ұстамау, балансты дұрыс ұстамау деген нәрсенің барлығы біздің энергиямызды алатын нәрселер. Сол нәрсе болмас үшін просто баланста ұстаймыз и эффективно ойлана бастаймыз. Окей? Так, жалпы сабақ бүгінгі түсінікті болды ма? Сабақ бүгінгі түсінікті болды деп ойлаймын. Барынша сіздерге жауап бердім деп ойлаймын. Осы 3 күн пайдалы болды деп ойлаймын сіздерге. Бір результаттар күтемін сіздерден. Осы техникалар жасағаннан жалпы сіздерден результат күтемін. Маған отзыв күтемін біріншіден. Екіншіден, ары қарай дамығым келеді. Ары қарай жаңағы установкаларды тауып солармен жұмыс жасағым келеді дейтін ойларыңыз болса, осындай желанияларыңыз болатын болса, онлайн курсқа міндетті түрде жазылып, ол жерде 60 видео сабақ бар, записанный видео, былай живой отырмаймын сіздермен. Правда, неге? Себебі ол жерде өте көп үлкен энергия требовать етеді, и ол жаңағы онлайн курсты жасаудың өзіне мен 1,5 жыл бойы трудиться еттім, яғни 1,5 жыл бұрын курсты жазып бастап, жаңағыдай барынша пайдалы болуға тырысып жасадым. Сондықтан оның ішінде бүкіл тақырыпты уже қамтып қойдым. Мышлениемен жұмыс именно да. Ең бірінші, жалпы 3 этаптан тұрады ол курс. Бүгін түнгі сағат 12-де 24 айға рассрочка қосылады. Қалайым дейтіндеріңіз болса. Так. Бірінші уровень, бірінші, екінші, үшінші уровендегі сабақтар. Бұның ішінде 25 сабақ бар. 25 сабақ бұл қарыздан табысқа деп аталады. Негізінде ең басында мен тек қана қарыз бойынша курс жасаймын деп ойладым да. Бірақ қарыздан табысқа деңгейін 25 сабақты түсіріп біткеннен кейін менде мынандай ой болды. Адамдар қарыздан шығады, окей, хорошо. Ал қарыздан шыққаннан кейін не істейді? Қарыздан шыққаннан кейін де, мысалға, көп адамдар қарыздан шығып, мысалға, айына 300-400 мыңдан 200-300 мың теңге қарыз төлеп келе жатады да, ал келесі айда егер айлықтан төлеп отыратын болса, 200-300 мың теңге төлеп отырады, и 200 жаңағыдай қарыз біткеннен кейін 200-300 мың теңге өзіне келіп қалады ғой, сол кезде өзіне рұқсат ете алмай қалады ақшаны. Сөйтіп қайтадан қарызға кіріп кетуі мүмкін, яғни сол нәрсе болмасын деп ақша X10 4, 5, 6 уровеньді қостым. Ақша бұл жерде 17 сабақ, по-моему. Ақша X10 сабағын қостым. Бұл жерде үлкен ақшаны қабылдау, ақшаға деген отношениемен жұмыс жасау, үлкен уровень нормы көтеру, өзіне позволить ету. Бұл жерде бүкіл нәрсе тек ақшаға ғана байланысты емес, адамның ішіндегі пустота, кез келген пустотаны толтыру, адамның ішіндегі жаңағы отношениені жөндеу, баланста ұстау барлығы осы курстың ішінде более подробно, прям тоже четкий техникалармен берілген.
яғни үлкен ақшаны қабылдай алу, қалай сенің нормаң қалай анықтау, ол норманы бірінші сабақта айттым ғой, норманы осылай көтересің деп, ал бірақ оны қалай проработать ету керек, осының барлығы осы курстың ішінде бар. Жаңағы мынау ақша иксон ненің ішінде потолокты жару техникасы бар, қалай жаңағыдай миды үлкен ақшаға дайындау керек, мақсатты қалай қою керек жалпы. Дальше 7-8-9 уровень. 7-8-9 уровень жан тыныштығы уровень. Жан тыныштығы. Үлкен ақша қабылдағаннан кейін, үлкен ақша тапқаннан кейін, жалпы базовый потребностьтер жабылғаннан кейін адамдар теряют смысл. Өмірде смысл терять етеді, яғни бір какой-то смысл, а в чем смысл деген сияқты бір смыслды жоғалтып алады кейбір адамдар. Сондықтан қайтадан жаңағыдай спад болып кетуі мүмкін. Қайтадан спад болып кетпес үшін жалпы ислами тұрғыда және де наука тұрғысында вообще зачем зарабатывать деньги, смысл в чем? Жалпы бүкіл курстың ішінде бүкіл сабақтар бар, жаңағыда мақсат қалай қою керек, миссия деген не, предназначение деген не, миссияны, предназначениені қалай табуға болады, икигай, осы сабақтардың барлығы сол курстың ішінде бар. Барынша мен өзімнің бүкіл білімімді сол курстың ішіне салдым. Кто хочет дальше развиваться, по-любому сіздерде қазір мысалға үлкен жетістікке жету жолында сіздерге кедергі жасайтын нәрсе не? Кедергі жасайтын нәрсе қорқыныш, кедергі жасайтын нәрсе жаңағы негативті установкалар, өзін кінәлі сезіну сезімдерінің барлығы, өзіңді қабылдай алмау, самооценканың төмендігі, барлығы сіздің өмірлеріңізге жаңағы үлкен жетістікке жетуге кедергі жасайды. Сондықтан сол кедергілерді проработать ету, жалпы кедергілер қалай алып тастау, тереңнен ұғып, тереңнен түсініп, үйреніп, ары қарай дамимын деген ниеттеріңіз болса, сіздерге Money Mind курсы, онлайн, Money Mind менің авторлық онлайн курсымды сіздерге ұсынамын. Жалпы эфир түсінікті болды деп ойлаймын, сұрақтарыңыз түсінікті болды деп ойлаймын. Так, Money Mind курсын алғым келеді дейтіндер болса, осы Instagram дайректіне жазыңыздар, Money Mind туралы толық ақпарат беріңіздер деп, тағы да білгім келеді дейтіндеріңіз болса, Money Mind курсы туралы толық ақпаратты біліп, жауап беріп, сол жерде уже сіздерге оплата жасап, номерлер жаңағы аккаунттарыңызды ашып беретін боламыз. Хорошо? Жалпы сіздерге пайдалы болдым деп ойлаймын. Мұқажан Жұлдыз 15% скидкаңызды пайдаланып қалыңыз. Ертең кешкі уақытқа дейін беремін ол скидканы. Одан кейін уже ол скидка уже болмайды. Хорошо. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сіздерге пайдалы болдым деген үміттемін. Келесі сабақтарда кездескенше жақсы сау болыңыздар.